Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы функцияның қасиеттері. Функцияның қасиеттерімен танысуды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымызда функцияның нөлдері, таңба тұрақтылық аралықтары, функцияның жұп тақтылығы туралы ұғымдарымен танысамыз. Сабағымызды функцияның нөлдері ұғымымен бастайық. Функцияның мәнін нөлге айналдыратын аргументтің мәні функцияның нөлі деп атайды. Функция нөлінің геометриялық мағынасы функция графигінің OX осімен қиылысу нүктесінің абсциссасы болып табылады. Алдарыңызда суретте функцияның графигі бейнеленген. Осы функцияның графигі OX осімен 4 нүктеде қиылысады. X тең -5, X тең -2, X тең 2 және X тең 7. Осы қиылысу нүктелері функцияның нөлдері болып табылады. Y тең fx түрінде берілген функцияның нөлдерін табу үшін x тең f тең 0 теңдеуін шешу керек. Мысал қарастырайық. Y тең x квадрат минус 8x плюс 12 функциясының нөлдерін табайық. X квадрат минус 8x қосу 12 тең 0 теңдеуін шешеміз. Бұл теңдеудің шешімдері x тең 2 және x тең 6 мәндері болып табылады. Осы мәндер функцияның нөлдері болып табылады. Функцияның нөлдер ұғымымен тығыз байланысты функцияның таңба тұрақтылық ұғымдарына тоқталайық. Функцияның мәндерін оң немесе теріске айналдыратын аргументтің мәндерінен тұратын сан аралықтарды функцияның таңба тұрақтылық аралықтары деп атайды. Алдыда көрсетілген мысалға тоқталайық. Мына суретте OX осінің жоғар жағында берілген функцияның графигінің бөліктері кескінделген. Осы OX осінің жоғар жағында жатқан аралықтар функцияның оң мәндеріне қабылдайды. Яғни -5-тен -2-ге дейін және 2-ден 7-ге дейін аралықта функция таңбасы оң мәндер болады. Енді OX осінің төменгі жақ бөліктерін қарайық. Бұнда минус шексіздіктен -5-ге дейін, -2-ден 2-ге дейін және 7-ден плюс шексіздікке дейін функция тек қана теріс мәндерді қабылдайды. Мысал қарастырайық. Y тең x квадрат минус x минус 2 функциясының таңба тұрақтылық аралықтарын табайық. Ең алдымен берілген функцияны x квадрат минус x минус 2 тең 0 деп теңдеуді шешеміз. Бұл теңдеудің шешімдері x тең 1 және де x тең 2. Демек, бізде берілген квадрат функцияның графигі параболамыз x тең -1 және x тең 2 нүктесінде өтеді. Демек, бұл табылған нүктелер әрі функцияның нөлдері болып табылады. Енді қарастырайық. Минус шексіздіктен -1-ге дейін оң мәндерді қабылдайды. -1-ден 2-ге дейін теріс мәндерді қабылдайды. 2-ден плюс шексіздікке дейін оң мәндерді қабылдайды. Демек, біз міне функцияның таңба тұрақтылық аралықтарын қарастырдық. Енді функцияның жұп функция және тақ функция туралы ұғымдарына тоқталайық.
егер y тең x-тен f функциясы үшін минус x-тен f тең x-тен f теңдігі орындалса, онда функция жұп функция деп аталады. Мысал қарастырайық. Y тең x квадрат қосу 2 функциясының жұп екендігін көрсетейік. Берілген функциядағы x-ның орнына минус x-ті қойып есептейміз. Өрнек түрлендіреміз. Сол кезде минус x-тен f тең минус x-тің квадраты қосылған 2 тең болады. Минус x-тің квадратынан x квадрат қосылған 2. Бұл функция бізде берілген функцияны береді. Демек, минус x-тен f болғанда x-тен f теңдігі орындалды. Демек, бұл функция жұп функция болып табылады. Келесі тақ функция туралы. Егер x-тен f функциясы үшін минус x-тен f тең болады, минус fx теңдігі орындалса, онда функция тақ функция деп аталады. Мысал қарастырайық. Y тең x куб қосылған 2x функциясының тақ екендігін көрсетейік. X-тің орнына минус x-ті қойып өрнекті түрлендіреміз. Сонда минус x-тен f тең болады минус x-тің кубы қосылған 2 көбейтілген минус x тең минус x-тің кубы минус 2x. Минус таңбасын жақшаның алдына шығарып жерсек, минус жақшаның ішінде x куб қосылған 2x өрнегі шығады. Демек, бұл берілген функцияның минус таңбасымен алынған функция. Яғни, анықтамада берілген теңдігіміз орындалып тұр. Демек, функция тақ. Енді функциялардың, тақ және жұп функцияларының графиктеріне тоқталайық. Жұп функцияның графигі y осіне қарағанда симметриялы болады, ал тақ функциясының графигі координат басына қарағанда симметриялы болады. Енді жұпта, тақта болмайтын функцияны жалпы түрдегі функция деп атайды екен. Y тең 2 қосылған 3x функциясының жалпы түрдегі функция екендігін көрсетейік. Бұл үшін жұп және тақ функцияларды анықтау кезіндегіндей x-тің орнына минус x-ті қойып өрнектейміз. Сонда и минус x-тен f тең 2 қосылған 3 көбейтілген минус x тең 2 минус 3x. Бұл жерде шыққан өрнегіміз, шыққан функциямыз берілген функциямен бірдей емес. Демек, бұл функция жұпта, тақта бола алмайды. Демек, бұл жалпы түрдегі функция болып табылады. Енді балалар, осы өтілген тақырыптар бойынша сендерге өзіндік жұмыс беремін. Осы өзіндік жұмыстарды орындап жібереміз. Бірінші тапсырма. Берілген функцияның нөлдері мен таңба тұрақтылық аралықтарын табыңдар. Екі функция берілген, осы функцияның нөлдері мен таңба тұрақтылықтарын табамыз. Дескрипторлары берілген, сол дескрипторларға қарап отырып орындаймыз. Екінші тапсырма. Берілген функциялардың графиктеріне қарап, жұп тақ функциялары екендігін анықтаймыз. Бұнда да дескриптор берілген. Ал енді балалар, осы берілген тапсырмаларды орындауда сендерге сәттілік тілеймін. Назарларыңа рахмет.